Мінезі де өзгерек, реңі де өзгерет. Нұрекеңді айтсаңыз жанымызға тез келет. Қалайша енді айтпаймын. Саңғылдардың шіркін-ай бір туар қызын алып жатқан Нұрекең менің кездемет. Барлығын айтар кез келет, сондықтан да қалайық Нұрекеңе тағы да бір жапалақ қағайық. Қайнатаңды құрмет қып айналайын, келінжан тағы да сәлем салайық. Ендеше шіркін ағайын келінді көтеретін төбесіне, айналған шаңырақтың егесіне. Жақсылап мен сәлемді салдырайын, келіннің ақ нұрдайын енесіне. Шіркін-ай не жетеді саңғылдардың бүгінде сұлуының өресіне. Нұржандай ағамызбенен бір кездері бақыттың мінген екен кебесіне. Бұндайда жырла десе жырлаймыз да, ағайын бекер қарап тұрмаймыз да. Атасы мен ел... Қошемет қылмаймыз ағайындар. Ой, бәрекелді, кеттік. Сенше мынау, орамалды ше, мына жігітке беріңіз. Бұл орамалды алғандар бір апта ұзамайды, үйленіп кетеді жұмысты болсын. Бұл досыма, әнің ба? Айналайына, өз қуанып жүр, жол ашылды деп. Басына бүйт аласаң, шеншек. Қатты бойлап тұстып, қоңыратыңызға шөкетіңдер. Жай. Кезек кеп тұр екен. Енді күттірме айналайын. Ал! Рахмет! Рахмет! Рахмет, Олжас! Дінмұхамед Қонаев атамыз айтты. Жаман келіннің екі пышағы болады. Бір пышағы дастархандағы пышақ, онымен дастархандағы нанды кесет. Екінші пышағы аузындағы тілі, онымен кеудеңдегі жаныңды кесет депті. Жақсы келін қандай болады деген кезде әулие атамыз айтқан екен, жақсы келіннің тілінде тоқтауы болады.